Бұл кім көрінгеннің ойнақ салатын жер емес. Бұл әділдік орнататын құзырлы орын. Бұл жерде бейбастақтық жасағандар заң шеңберінде жазаланады. Барлық бақытты отбасылар бір-біріне ұқсайды. Ал басынан бағыт тайған кез келген отбасының өзіне тән қиыншылықтары болады. Бақытты іздегенмен таппайсың. Бақытты әркім өзі жасайды. Ал тірнектеп жүріп қол жеткізген бақытыңнан бірақ сәтте айырылып қалуың ғажап емес. Қарсы алдыңда кім тұрған білесің бе? Ең мықты отбасылық сот судьясы Гозеде Енерсой. Ұлым құрылыс компаниясында жұмыс істейді. Құрылыс инженері. Өзің не деп тұрсың? Мен $1 миллион биткоин сатып алдым. Әкемнің сен тапсырған ақшасын алдым. Ол тіпті өзімнің де ақшам емес. Ал қызы медицина факультетінде оқиды. Биыл Erasmus бағдарламасы бойынша Голландияға оқуға кетті. 1 жыл сол жақта оқиды. Мен ешқашан дәрігер болғым келмеген, Толга. Ешқашан армандаған жоқпын. Бұрыннан билеуді армандағам. Енді билеймін. Бекем бол Күзейде. Сағың сынбас. Балаларыңды ойла. Тек қана алға. Әкемнің 5 жылдан бері тағы бір отбасы бар екен. Сенесің бе? 5 жылдан бері. Жақында алданған арман телехикаясы Қазақстанда.